Итальянский мен тайский рецептті қойып, мексиканский рецептке көштім. Мексикандықтардың өзі мына таконы көріп таң қалып жатыр. Сіздерге рецепт керек болса, онда сақтап алыңыздар. Ол үшін табамызға май құйып, қыздырып пиязды қуырып аламыз. Үстінен күркетауық еті, яғни индейканы салып, тағы да қуырамыз. Татымына қарай тұз, чонг кустамның қара бұрышын қосамыз және чонг кустамның тауық етіне арналған сұйық дәмдеу үшін қосамыз. Ішінде 2 дана болады, көпке жетеді екен. Көз мөлшермен 1 ас қасық қостым. Үстінен жарты кесе су құйып, баяу отта толықтай суы тартылғанша бұқтырамыз. Лавашты дөңгелетіп кесіп алдым, кетчуп жағып, баклажанға арналған панировочный сухарға аунатып, пештің темір решеткасына дәл видеодағыдай орналастырып, 150 градуста 15 минут кептіріп аламыз. Такоға арналған салатқа болгар бұрышы, қызанақ, қызыл пиязды майда төркөздерге турап, үстінен кинза татымына қарай тұз, чонг кустамның қара бұрышын, зәйтін қосып араластырып, дайын болған лавашқа айсберг салатын кесіп саламыз. Үстінен қуырылған құс еті мен салатты қосып, әсемдеп ұсына береміз. Әртүрлі тағамдарға арналған чонг кустамның дәмдеуіштерін мына көрсетілген нөмір арқылы заказ бере аласыздар. Ас болсын, сіздермен болған Нұржамал.